Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте әдемі ажурная корона жасайтын боламыз. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар осындай жіңішке ободок, және де жылтырақ фоамиран, және де жылтыр лента қажет. Міне осындай жылтыр және де қайшы ыстық клей. Фоамиран мен лентаңыздың түсі бірдей болу қажет, және де трафарет қажет. Трафарет қажет болса, менің инстаграм парақшама жекеме жазыңыздар. Мен сіздерге трафареттің суретін беретін боламын. Ең алдымен лентамызды 2 сантиметрдей қиып аламыз. Не осылай қиып аламыз. Енді оны ыстық клеймен ободогымыздың түбіне жабыстырамыз. Міне осылай жабыстырып шықтық. Енді екінші бөлігінде дәл солай жабыстырып шығамыз. Міне осылай шығуы керек. Дәл осылай жабыстырып шығамыз. Енді фоамиранымызды алып, трафаретіміздің суретін бастырып аламыз. Мен трафаретті үшкір бізбен бастырып жатырмын. Сіздерде қандай үшкір зат бар, сонымен бастырып аласыздар. Бірақ та ручкамен, қарындашпен бастыруға болмайды, себебі олар көрініп тұруы мүмкін. Сондықтан да көрінбейтін үшкір затпен істесеңіздер болады. Енді фоамиранымызды бір келке етіп қиып шығамыз. Кішкентай қайшымен қиған өте ыңғайлы болады. Міне осылай бір келке етіп қиып шығыңыздар. Енді ішкі жақтарындағы оюларды осылай кішкентай қайшымен қиған дұрыс. Үлкен қайшымен қиылмайды. Фоамирандарыңыз жыртылып қалуы мүмкін. Міне осылай ішкі жақтарындағы оюларды да қиып шығамыз. Міне екінші жағында дәл солай қиып шығасыздар. Міне бізде осындай өте әдемі корона болып шығады. Енді ободогымызды лентамен өріп шығамыз. Ең алдымен лентамызды осылай X сияқты клейлеп шығамыз.
ленталар бір-біріне параллель орналасуы тиіс. Міне дәл осылай түзу орналастырып жабыстырып аламыз. Енді осы жерін қиып шығамыз. Міне осы жеріне клейлейміз. Осылай ободогымызды айналдырып шығамыз. Бағанағы фоамиранымызды ободогымызға жабыстырамыз. Міне бізде осындай өте әдемі ажурная корона шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.